Армысыздар, ардақты, ақылды, дана, ютубтағы жаным менің қалың қазағым. Сіздермен бірге Алмас медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институтының негізін қалаушысы. Бүгінгі түсірілімде сіздерге водород туралы, сутегі туралы тағы да айтып кетемін. Сутегі бұл әлемдегі ең кең таралған химиялық элемент. Сутегі молекуласы ең жеңіл әрі кішкентай. Сутегі ағзада өзін өте мықты антиоксидант сияқты әрекет етеді. Сутегі тамырларды, жасушаларды тазартады және жасушаларды бос радикалдардан қорғайды, денсаулықты қолдайды және ауру қабынды жоюға потенциалға ие. Сутегі бұл медициналық газ. Әлемдік қауымдастықпен тамаққа қоспа деп қабылданған. Сутегі кедергілерден жеңіл өтіп кетеді. Тіпті шыны ыдысқа құйсаңыз, сутегіге қанықтырылған суды 15 минуттан кейін ол жерде болмай қалады. Сондықтан сутегіге қанықтырылған ішетін болсаңыз, сутегіге қанықтырылған суды ішетін болсаңыз, құйған бетте сол моментте шықпайыңыз. Сол кезде сіз өте жоғары антиоксиданттық терапиялық әсерін аласыз. Сутегі молекуласы кішкентай болғандықтан біздің биологиялық мембраналардан жеңіл өтіп кетеді. Терден, еттен, сүйектен. Сутегі жасушаларға кірген кезде, жасушалардың ішіндегі гидроксилдық процестермен кездескен кезде ыдырау өнімдерімен оларды суға айналдырып жібереді. Суға айналдырып жібергеннен кейін олар судан, жасушадан шығып кетеді. Осылай сутегі жасушалардың ішін және тамырларды тазартады және жасушаларды бос радикалдардан қорғайды. Сутегінің молекуласы ең кішкентай болғандықтан осы себептен сутегіні антиоксиданттардың патшасы деп танылған. Сутегі көптеген күрделі ауруларды өте тиімді емдейді, оңалтады, әрі ауруларды алдын алады. Мысалы, онкологияны, қант диабетін, инсульт, инфаркт, артроз, көксартроз, көздің аурулары, бедеулікте, басқа да барлық ауруларды зат алмасу бұзылу себептерінен туындаған. Сутегі құрылғылары Японияда, Кореяда, барлық клиникаларда қолданады. Водородный терапия ретінде және барлық отбасыларында, үйлерінде осы құрылғылар қондырылған. Өйткені Япония мен Кореяда ұлттық денсаулық сақтау өте жоғары деңгейге қойылған, дәрежеге қойылған. Сондықтан қымбатты жерлесім, жаным менің қазағым, егерде күрделі аурулармен ауырып жүрсеңіздер, түрлі осы сутегіге қанықтыратын құрылғыларды алыңыздар. Ауруды емдеу, оңалту, алдын алу мақсатында. Ал егерде сіз сау болсаңыздар,
онда ауруларды алдын алу мақсатында алыңыздар. Денсаулық, сіздің денсаулығыңыз және жақындарыңыздың денсаулығы маңыздырақ екеніне түсінетін шығарсыздар. Өйткені қазіргі біздің ауамыз, судың ауасы дұрыс физикалық қасиеттерге емес. Осы су өтегі құрылғылары судың, ауаның дұрыс физикалық қасиеттерін қалпына келтіреді. Егер де сіз қимылсыз жұмыс істейтін болсаңыз, машина айдайтын болсаңыз, немесе офиста жұмыс істейтін болсаңыз, сіздерге осы су өтегі құрылғылары өте пайдалы болады. Денсаулықтарыңызға қан айналымды, лимфа, ұлпар сұйықтықтарды, адам ағзасында барлық электролиттердің жұмысын жақсартады, қандың, лимфаның. Ал егер де сіз бизнесмен, кәсіпкер болсаңыз, онда осы су өтегі құрылғыларды міндетті түрде алыңыздар. Біріншіден, бұл сіздерге қосымша пассивтік табыс көзін алуға мүмкіндік береді. Екіншіден, әлеуметке осы пайдалы суды қолжетімді қылсаңыз, сіз әлеуметке өзіңіздің жауапкершілігіңізді білдіресіз әлеуметтің алдында. Және ұлттық денсаулығын сақтау бағытына дұрыс, пайдалы қадам жасайсыз. Сондықтан қалың қазағым, медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институтын сіздерге ұсынып отырған денсаулықтарыңызды сақтау үшін, денсаулықтарыңызды нығайту үшін, өмір жастарыңыздың ұзарту үшін, өмірлеріңіздің сапасын жақсарту үшін осы Японияда өндірілген сапалы материалдардан құрылғыларды жасалынған құрылғыларды алыңыздар. Және тек мына AliExpress, Alibaba, басқа да сайттардан арзан, сапасыз материалдардан жасалынған суды су өтегіге қанықтыратын құрылғыларды алмаңыздар. Өйткені олар суды ауыр металдардың иондарына қанықтырады. Ондай суды ішкеннен кейін сіздер ертемен кеш пе ауырасыздар. Сондықтан тек біздің медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институтын сіздерге Японияда өндірілген сапалы материалдардан жасалынған суды су өтегіге қанықтыратын құрылғыларды алыңыздар. Және осы саудадан түскен пайда институттың дамуына қажетті құрал-саймандарды, зерттеулерді жүргізуге алуға жұмсалынады. Және ұлттық денсаулық сақтау бағдарламасын іске асыруға жұмсалынады. Осы түсірілім сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде 4 қадам жасаңыздар.
осы түсірілімге лайкты басыңыздар, барлықтарыңыз лайк жасаңыздар. Екіншісі, осы түсірілімді жақындарыңызға, достарыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға таратыңыздар. Барлықтарыңызға пайдалы болады. Екіншісі, үшінші, осы Алмас Дүкенбайұлы деген YouTube парақшаға жазылып кетіңіздер. Осы парақшадан, осы арнадан медика биологиялық тамақтану мен оңалту институтының тікелей эфир арқылы сіздерге ұлттық денсаулық сақтау және халықтың әл-ауқатын артуға бағдарламасын айтуға мүмкіндік ашылады тікелей эфир арқылы. Және сіздерге көбірек біздің өнімдер, қызметтер, тауарлар туралы көбірек пайдалы ақпарат айтуға мүмкіндік туылады. Біздің бағдарламамызды тек сіздермен біз ғана іске асырамыз. Сондықтан міндетті түрде біздің YouTube'дағы арнаға жазылып кетіңіздер. 1000 адам болған кезде тікелей эфир жасауға мүмкіндік болатындай. Төртіншісі, медика биологиялық тамақтану мен оңалту институтының сіздерге ұсынып отырған қызметті, өнімдерді, құрылғыларды алыңыздар. Бұл өнімдер адамдардың өмірінің сапасын жақсартуға, өмір жасын ұзартуға арналған арналған өнімдер. Біздің институтта барлығы бар. Адам дені сау болу үшін, ұзақ өмір сүру үшін, өлгенше ауырмау үшін. Бүгінше осы қымбатты жерлесім. Аман болайық, сау болайық. Келесі кездескенше